Қазіргі таңда бүкіл әлемді жаулаған бір күрделі үрдіс бар. Яғни ауқымды үрдіс дегім келеді. Ол не десеңіз, ол жетістікке жету. Оған ұмтылу. Әрине, ол өте жақсы қасиет. Белгілі бір деңгейге дейін, белгілі бір жетістікке жеткенге дейін адам ұмтылады. Ол өте қалыпты жағдай, ол өте дұрыс жағдай. Бірақ осы қарбаластың ішінде адам ең маңыздысын жіберіп алуы мүмкін. Ол іштегі шынайы бақытты сезінуі. Яғни мақсат қойдың ба, жетістікке жеттің бе, содан да адам ләззат ала білу керек. Тіпті тек қана ол жетістікке жеткен кездегі ләззат емес, бүкіл процесс, сол жетістікке жетердегі жолдың барлығы іштей қанағат тудыру керек. Тек сол кезде ғана шынайы бақыттың не екенін адам түсінеді. Сол кезде адамда шүкіршілік пайда болады ішінде, және өзіне де, өзгеге де риза болады. Ең бастысы ол іштегі адамның жанының тыныштығы. Жаның тыныш болса, өмірің бақытты болады. Тек қана өзің емес, өзгелердің де бақытты бола бастағанын өз көзіңмен көре бастайсың. Сол күнге бәріміз бірге жетейік.